Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. Бүгін ширк туралы айтып берсем. Ширк билип қой, Аллах ширкті кечірбейді. Ширк келтірсең түбөлік бейішіне кіргізбейді. Ширк келтіріп өліктерге, қабырларға сыйынба, иманыңды ширк менен аралаштырба. Ширк бұл Аллахқа ширк қошу, бұл күнөнің себебінен болот жаман жашоо. Bir Allah'a sığınıp ağa şirk keltirbe, bul dünyeden imansız ölüp ketpe. Şeytan türtöt en birinci şirkke, şirktin kesebetinden yaşaysın kedeyçilikte, başın aylanıp tuңгуйга keptelbe, tozokta tübölükө kalıp ketpe. Allah'tan kitabı Kur'an'da yerçi, şirkten kaytarıp keldi Muhammed degen elçi, bir Allah'a sığın o adamlar, çındığı üçün jaratılgan jer asmanдар. Аттең, мұсылмандар ширк батқағына батты, аларға шайтандың көрсөткөн жолу жақты, қайда қалды Мұхаммед пайғамбардан сүннөті, адашуда адамдардың көпчілігі. Бидаат ороп алды ирип сасып, бұл бидааттар көрінөт сулууланып, ақыр аяғы ширк құдығынан суғарып, адамдар бидаатқа мас сияқты уланып. Жашоодо бир эле түз жол бар, түз жолду кабыл албайт жаман адамдар. Kur'an sünnet menen жашасаң адашпайсың, шайтанның жолуна азгырылып калбайсың. Ширк амалдарды жок кылат. Ширк келтирген баарынан куруу калат. Кабыргасы кайышып, кайда барарын билбей, бул жашоо ал үчүн берекесиз сезилгендей. Ширк күнөөсү жүрөктү ороп алат. Ширк орногон жүрөктө имандан ис калбайт. Тоо ташка, тумарларга сыйынган адамдар эки дүйнөдө да максатына жете албайт. Аллах ширк келтирген коомдорду жок кылды. Бирок бир Аллахка сыйынган адамдар куткарылды. Аллахтан башка эч кимге, эч нерсеге сыйынба. Ал нерселер пайда зыян берет деп кыялданба.